Қайырлы күн, құрметті ұстаздар мен оқушылар және Назарбаев зияткерлік мектебінің қадірлі қонақтары. Салтанатты соңғы қоңырау мерекесіне қош келдіңіздер. We warmly welcome our teachers, students and guests to the last bell ceremony. 2021 год для нашей страны является особенным, так как этот год ознаменован большой датой – 30-летием со дня обретения независимости. Праздник независимости по праву считается символом свободы и могущества нашего государства. Сонымен қатар, қазақтың қара өлеңін кие тұтқан, жүрегінің түбінен қайнап шыққан асыл жырлары мен қалың жұртшылықтың махаббатына бөленген Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығы, алаш ардақтысы көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері, ғұлама ғалым Әлихан Бөкейхановтың 155 жылдығы және аты аңызға айналған орасан күштің иесі, күрестің бірнеше түрінен әлем чемпионы атанған тұңғыш қазақ алыбы Қажымұқан Айтбасовтың 150 жылдық тойы аталып өтуде. Торжественная церемония последнего звонка объявляется открытой. С момента обретения независимости наш народ блестяще продолжил великую историю Казахстана новыми победами и достижениями на мировой арене. И наши выпускники Назарбаев интеллектуальной школы города Нур-Султан не исключение, ведь за это время они добились мирового признания и большого прогресса. Әрине, мектебімізді бітіргелі отырған 165 оқушы үлкен белестерді бағындыруға дайын. Әр сынып өзінің ерекшеліктерімен есте қалады. We warmly welcome the graduates of Nazarbayev Intellectual School of 2021. (12A) Active. 12B Breathtaking. 12C Catchy. 12D Diligent. 12E Extraordinary. 12F Fabulous. 12G Generous. 12H Honored. Соңғы қоңырау мерекесінде оқу жылы қорытындыланып, түрлі байқаулардың жеңімпаздары халықаралық бакалавриат оқушы үлгісіне сәйкес талантты да дарынды оқушылар марапатталады. Well, now it's time to announce our winners in the following nominations for the 2020-2021 academic year. Позвольте представить вашему вниманию номинации, которые будут представлены сегодня. Creative KZ, B-Group KZ, Intel KZ, оқушы жүрегіне жол тапқан, үздік оқушы, ең белсенді ата-ана,
Оқу жылын қорытындылау үшін және Creative KZ номинациясын тапсыру үшін сөз кезегі Нұр-Сұлтан қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің директоры Садуакасов Сабыржан Өміртайұлына және мектеп президенті Кеңес Жанияға беріледі. Құрметті түлектер, ұстаздар, ата-аналар, қымбатты оқушылар, барлықтарыңызды 2020-21 оқу жылының аяқталуымен шын жүректен құттықтаймыз. Академиялық ерекше дәстүрге айналған соңғы қоңырау мерекесі мектеп қауымдастығы, ата-аналар асыға күтетініміз рас. Өкінішке орай, биыл соңғы қоңырау мерекесі әдеттен тыс жағдайда өтіп отыр. Барлық әлем елдеріне пандемияға айналған коронавирустың салдарынан күрделі сынақты бізде басымыздан өткеріп отырмыз. Бұл мереке тәуелсіздігіміздің 30 жылдық мерейтойымен тұспа-тұс келіп отыр. Олай болса, мектеп президенті Жания екеуміз жалпы мектептің өміріне қысқаша шолу жасап өтейік. Особенным достижением этого учебного года является то, что наша школа в очередной раз подтверждает аккредитацию CIS. Впервые в истории школы лауреат национальной премии «Учитель Казахстана» Динара Токтаркановна представляет Казахстан в глобальном конкурсе «Учитель мира». Также Сугурбаева Зауреш Зайнуловна одержала победу в республиканском конкурсе «Национальная премия лучших учителей Республики Казахстан». Кушербаева Гульнафис Пашановна стала победительницей среди квалифицированных учителей НИШ, РФМШ, столичных лицеев и международных школ за участие в проекте ЕЛ-ОБТ, организованной Академией президента, за вклад в обучение сельских школьников в онлайн-школе Бірге оқу. Мектебіміздің оқушылары түрлі сайыстар мен байқаулардың жеңімпаздары. Мысалы, математика жаратылыстану бағытындағы пәндер бойынша республикалық жасөспірімдер олимпиадасының жүлдегері Аркенов Тамырлан 7-ші сынып. Оңтүстік Корея Тэджон қаласында өткен жас ғалым ғылыми жобалар байқауының алтын медаль иегері Ғабдушев Қасым. Ресей Федерациясы Мәскеу қаласында өткен Start in Science халықаралық білім байқауының жеңімпазы Мырзабекова Айдана. Биг Бен ағылшын тілі пәні халықаралық олимпиадасының 2-ші орын иегері Мұрат Алмас. Каиргелда Абай and Тулеев Турхан, 7th grade students, won the 3rd place in computer science at the International Olympiad in Fundamentals of Science in Yekaterinburg, Russian Federation. Timurbulat Ayajan was awarded with the 2nd place in the international competition Young Geologist. The winners of the international competition in geography Al-Farabi, Jusupov Agil and Nabilova Aruzhan. Damir Jumatayev and Shaknazar Jumabekov became the winners of Kaz Robo Project 2020 competition. The winners of online national competitions and projects of UNESCO and UN are endless. Инициированные учениками особо важные социальные проекты поднялись до уровня республиканских проектов. Например, Идеоха, Балганора Зала, Намат Тинс, Жания Кенес, Эко-клаб, Сенем Зин Кабул. Они стали одними из первых в сети Назарбаев интеллектуальных школ. Биыл мектебімізді 165 түлек аяқтап, өмірдің жаңа белесіне қадам басады. Биылғы оқу жылында 12-ші сынып оқушылары әлемнің беделді оқу орнына түсу дәстүрін табысты жалғастыруда. 45 мектеп бітіруші түлек ақш, Жапония, Гонконг, Корея, Ұлыбритания, Германия, Италия сияқты 15 мемлекеттің оқу орындарынан 90-ға жуық толық немесе жартылай грант бойынша шақыру алды. 12-ші G сынып оқушысы Эльдар Уркумбаев әлемнің ең үздік оқу орны Массачусетс технологиялық институтының студенті атанғанын мақтанышпен хабарлаймыз. 18 оқушымыз University of Pennsylvania, Purdue University, City University of Gongkong, University of British Columbia сияқты әлемнің үздік 100 университетіне кіретін оқу орындарынан шақыру алды. You have received a quality education for the new century. You have learned hard work and diligence. Thank you to this. We hope that you will not give up any difficulties and will make responsible decisions and many life journey. Енді біз, ұстаздар, ата-аналар, сіздерге үлкен үміт артамыз. Отанымыз Қазақстанның қуаттылығын нығайтуда
жасампаздық пен еңбек еттіңіздер. Құрметті түлектер, жолдарыңыз болсын. Аман болыңыздар. Құрметті достар, жазғы демалыстарыңыз сәтті әрі пайдалы өткізулеріңізге тілектеспіз. Құрметті мектеп қауымдастығы, 2021-2022 оқу жылында жүздескенше. 2020-2021 оқу жылының Креатив KZ номинациясының иегері Кузеков Данияр. Құттықтау сөз және Intel KZ номинациясын тапсыру үшін сөз кезегі Нұр-Сұлтан қаласы Есіл ауданының әкімінің орынбасары Қыдырбекұлы Дарминярға беріледі. Құрметті мектеп түлектері, сіздерді соңғы қоңырау мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Бүгін сіздер жаңа өмірге қадам басып отырсыздар. Мектеп қабырғасына тардай болып кіріп, таудай болып шығып жатырсыздар. Осы қадамдарыңызға нұр жаусын. Дорогие ребята, сегодня вы находитесь на пороге взрослой жизни. Педагоги, родители все эти годы стремились вложить в вас не только свои знания, но и воспитывали вас своей жизненной мудростью. В будущем вам предстоит двигать науку, развивать экономику, решать социальные проблемы в нашей стране. Позвольте пожелать вам прежде всего здоровья, удачной сдачи экзаменов, успехов и начинаний, светлого доброго пути. Ну а победителем номинации Intel.KZ становится ученик 11 класса Габдушев Касым. Поздравляю! Для вручения номинации B-Group KZ слово предоставляется Ожарову Жандарбеку Каримовичу, родителю Каримовой Айнур, ученице выпускного класса. Бұл шаңырақ оқушылары келесі оқу жылының қазан айында туған елге тағзым өлке танылық экспедициясы бойынша сапарға аттанады. Құттықтаймыз! Құрметті түлектер, сіздерде осы мектеп бітіру мейрамымен, мерекесімен құттықтаймын. Осы алдымыздағы өмірлік жолдарыңыз ашық болсын, дендеріңіз сау болсын, әрдайым мақсаттарыңызға жете беріңіздер. Мына Алматы қаласы 3000 метр шыңында сіздерге осындай тілек айту үшін шығып отырмыз. Сондықтан әр қойылған мақсаттарыңызға жете беріңіздер. Өздеріңіз жаңағы бастарыңызға бекер мақсат келмейді, орындалатын тек мақсат келеді. Оған күш керек, еңбек керек. Сондықтан сіздерге тілейтінім, алдыңызда қойған жолдарыңыздан тайынбаңыздар. Ура! Победителем номинации B-Group становится Каспий Шанрага, руководитель проекта Нуратаева Инкар Мирхатовна.
барысында оқушылармен қатар ұстаздар да түрлі жетістіктерге қол жеткізеді. Және оқу жылы аяғында оқушылар дауыс беру арқылы оқушы жүрегіне жол тапқан номинациясының иегерін анықтайды. Да, школьное сообщество – это ученики, учителя и родители. Сегодня мы определяем самого активного родителя нашего школьного сообщества. Let's keep our tradition this year and award our winners in the following nominations. Для вручения номинации слово предоставляется председателю родительского комитета школы Эльмире Аскановне. Дорогие родители, дорогие ученики, уважаемое руководство АО «НИШ», администрация школы, вся команда дорогих наших учителей и кураторов, от имени сообщества родителей выражаем огромную благодарность за ваш титанический труд, за отличную организацию онлайн-дистанционных занятий, за блестящую техническую академическую подготовку и проведение занятий в течение учебного года для наших детей. Учителями и кураторами проведена отличная психологическая подготовка и поддержка на всех уровнях со всеми учениками. Администрация школы лично под руководством директора Сабыржана Миртаевича и завучами проведены со всеми родителями детальные разъяснительные онлайн-встречи. Особо хочу отметить техническую сторону. Школа обеспечила учеников всем необходимым. Академическая была проведена огромная работа всеми учителями. И моральная большая нагрузка была на кураторов в организации и контроле всех учеников. Благодаря четкому алгоритму действий школы наши ученики успешно и достойно завершили непростой учебный год в новом формате. Благодарю всю команду нашей школы за вклад в развитие наших детей. Сегодня последний звонок прозвучит для наших выпускников. Позади остается еще один из самых важных и запоминающих этапов вашей жизни. Мы, родители, гордимся вашими достижениями, успехами и знаниями. И хочу пожелать в этот важный день, чтобы ваше будущее было ярким, а дальнейший путь знаниям был легким. Мы вас очень любим. Winner of the nomination The Best Teacher 2021 is John Ryder. Белсенді ата-ана номинациясының жеңімпазы Кульжабаева Гульмира Саиновна, 7-ші D сынып оқушысы Зейінғабыл Зайнаның және 11-ші C сынып оқушысы Зейінғабыл Сәнімнің анасы. Құттықтаймыз! The nomination The Best Student 2021 will be awarded by Murad Jangir, who was the winner of the nomination The Best Student 2020. Дорогое сообщество НИШ, хочу поздравить вас с окончанием учебного года. В этом году наша школа показала отличные академические, творческие и спортивные достижения. Желаю вам отличного лета, которого мы все так заслужили. И для меня является честью объявить ученика года Уркумбаева Эльдара из 12 G-класса. А сейчас на прямом включении наши специальные корреспонденты Ниса Пресс расскажут вам о достижениях учеников и учителей. Әріптестер, сөз кезегі сіздерде. Здравствуйте, дорогое сообщество НИШ. Этот год был сложным для всех, и данная тенденция не обошла и Ниса Пресс. Однако у нас было меньше активности, но в этом году у нас появилась возможность снять отличную программу, которую мы сегодня представляем для вашего внимания. Осы жыл қашықтан оқыту режимінде өткенмен мұғалімдер де оқушылар да көптеген жетістіктерге жетті, көптеген асуларды бағындырды. Конечно, в нашей школе очень много победителей, чемпионов, ведь самая большая победа – это победа над собой, согласитесь. И вот Олимпиада как раз является показателем прогресса. Мен көптеген өзімнің хоббиларымды бүкіл пәндермен қатарластырып жұмыс істеймін. Және де ол маған өте көп уақыт шығарады және процесстен ләззат алуға көмектеседі. До 7 класса я участвовала на олимпиадах только по математике, начиная с Ахпуты заканчивая Желтыковской олимпиадой. Сейчас я ко всем предметам отношусь одинаково. Успех, главная причина успеха в любом деле – это страсть, это желание. Мне всегда нравились идеи стартапов. И у меня есть мечта попасть в Силиконовую долину. Мы учим их, как не попадать в долги, как закрывать свои кредиты, как общаться с другими, как строить связи и так далее. Астрофизика саласын мен осы өзімнің кішкентай бала шағымнан бері өте жақсы көремін деп айта аламын. Игра — это не то, что многие думают. Это не просто бегать и стрелять и так далее. В игре важны аспекты, как командная работа, вообще мышление, критическое мышление и так далее. Киберспорт набирает большие обороты, призовые фонды достигают нескольких миллионов долларов.
по всему миру. И в нашей стране киберспорт признан официальным видом спорта. Предпринимательство – это еще и помощь обществу. И я пытаюсь своими проектами тоже решить какие-то социальные проблемы. Мына балалардың ар жағында үлкен тұлға тұр ғой, дарын тұр ғой, талант тұр ғой. Себебі осыншама байқаудан, сайыстан өтіп, бізге іріктеуден өтіп келіп отыр ғой. Сондықтан барлығы да талантты. Мен тек осыларды ашуым керек. Сөйтсем 15-те бас жүлде алды дегенде мен өзім сенген жоқпын. Қалай 15 бас жүлде деп сенген жоқпын. Ал енді ол балалар 15 баланың 30 ата-анасы қуанғанда қандай тамаша ел. Хочу показать. Я думаю вот так. Моя педагогика какая? Моя философия любви к детям такая. Наша связь, конечно, между учеником и учителем, она тесная. Это просто невозможно это представить. Сол халық арасында ұсынды өздері. Соны беріп, содан жаңағы президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың халық арасында ие болып, мектеп мұғалімінің қолында, премьер-министрдің қолында жоқ билік бар. Біз 7 бағыт бойынша өзіміздің дағдыларымызды дамыттық. Спорт және қола медаль иегері атандым. Маған бұл жоба өте ұнады. Хочешь улучшить мир вокруг себя? Начни с себя. Улучшай себя. И сегодня мы показали лишь часть историй, о которых можно говорить и говорить в нашей школе. И развивайтесь, идите к своей цели. Все возможно. Спасибо. Продолжение этого выпуска вы можете посмотреть на нашем официальном канале Ниса Пресс. Рахмет. Біздің жеңімпаздарымызды шын жүректен құттықтаймыз. Your achievements are the motivation for the rest of the school community. Ученики нашей школы сильны не только академически, но и являются победителями различных творческих и спортивных соревнований. Құрметті жас түлектер, алдарыңызда мектебіміздің өнерпаздары сіздерге өз өнерлерін арнайды. Музыкалық жетекшісі Валентина Полторак. Қарсы алыңыздар. This is beautiful, this story, this discussion, people worry, very many, many years in a row. Very easy to get started, not with answers and questions, but where there is no response to. If the sun is in your hand and the heart not given friend, you are useless for future day. For you shines at midnight, very bright and good starlight, and the tide strands back anyway. Closing circle of light, looking back as on your life, you will see the window's light, and this is your fate. Let again the race, this is simple children's games. On our is on our way, flower happy new the day. You're my tea for every song, you're my tea for life alone, you're my tea for sky and the planet. Let we go away forever, but this song we sing together, and this music for a true dear friend. Closing circle of light, looking back as on your life, you will see the window's light, and this is your fate. Let again the race, this is simple children's games. On our is on our way, flower happy new
Спасибо большое нашему школьному ансамблю за такое креативное видео поздравления. А сейчас предоставим слово самым активным и успешным выпускникам. Встречайте достойных представителей 12-й параллели, лауреаты международных олимпиад, отличники, спортсмены и активисты. Казиев Улыкбек, Жанбекова Дина, Куандык Санжар. Құрметті Назарбаев зияткерлік мектебіміздің оқушылары, сіздерді оқу жылының аяқталуымен шын жүректен құттықтаймыз. Оқуды дәл сол керемет көңіл-күймен, дәл сол керемет қарым-қатынаспен жалғастыруыңызға тілектеспіз. Алдағы кездестіретін көптеген қиындықтарды оңайлықпен жеңесіздер деген үміттеміз. Ел болашағы сіздердің қолдарыңызда, және осынау артылған жүкті басшы жауапкершілікпен арқалап, егеменді елімізді одан әрі көркейтіп, халқымыз мақтан ететін тұлға болуыңызға тілектеспіз. Осы мектеп қабырғаларында өздеріңіздің өмірлік жолдарыңызды тауып, осы сіңірген бар біліміңізді ел игілігіне жұмсайсыздар деген сенімдеміз. Қалаған мамандық иесі атанып, келешекте мектептің мақтанышы болатын халқымыздың бетке ұстар азаматтары сіздерсіздер. Сондықтан да алдағы қиындықтарға қарамастан болашаққа тік сеніммен, зор жауапкершілікпен қарауға шақырамыз. От имени выпускников НИШ хотелось бы поздравить всех учеников нашей школы с окончанием учебного года. Выражаю огромную благодарность нашим учителям, которые вложили свой труд в наше образование. Их роль действительно была очень большой для всех нас. Хотелось бы пожелать всем ученикам нашей школы успехов. Самое главное, занимайтесь тем, что вам действительно нравится, и тогда вам ничего не будет, в принципе, трудно даваться. Еще раз поздравляю всех с окончанием и желаю всего наилучшего. I have myself full confidence that if all do their duty, if nothing is neglected, and if the best arrangements are made as they are being made, we shall once prove ourselves that we're able to defend our school and ASAP. We rode out the storm of quarantine, and that is the resolve of His Majesty Principal and the will of administration of our dear teachers. The MYP and DP students linked together will defend until final exam their native soil, aiding each other like good comrades to the utmost of their strengths. We shall go on to the end. We shall participate in Olympiads. We shall paint, create, engineer, and innovate. We shall fight and prosper. We shall defend an ASAP whatever the cost may be. We will succeed on national, international, and global levels. We shall never surrender. And even if, which I do not for a moment believe, if an ASAB will need emergent support, then our empire of alumni beyond the seas will carry on this development and builds all its knowledge and experience. I believe we will be the winners. Каждый выпуск в нашей школе уникальный. И сегодня мы хотели бы поддержать и представить вашему вниманию общественное объединение наших выпускников Alumni Nazarbayev Intellectual Schools. Я поступил в НИШ практически с момента его основания. Конечно, я очень много готовился. Здесь я подтянул английский и приобрел кучу навыков для поступления на грант, не только в казахстанские, но и в зарубежные вузы. Узнал очень много непонятных на тот момент слов: IELTS, TOEFL, SAT, формативки и суммативки. Учась в такой конкуренции, нужно соответствовать и работать в 3 раза больше остальных. Здесь я воспитывал себя, побеждал и проигрывал, писал ночами проекты и научился не сдаваться. Всем привет из Бельгии! Я всегда был горд тем, что являюсь выпускником НИШ, и всегда рад встретить новых ребят из других городов, школ и выпусков, потому что мне кажется, что как выпускники одной системы мы должны быть дружны и держаться вместе. Салем всем! Так что мне дал НИШ? НИШ дал мне друзей, с которыми я дружу уже как 10 лет. Фундамент знаний во всех направлениях. И самое главное – поверить и увидеть, что все в этом мире возможно. Дорогие студенты НИШ, выбирайте именно то ремесло, которое откроет вам двери в светлое будущее в абсолютно любой точке мира.
Количество наших выпускников растет, и статистика постоянно меняется. Поэтому я и несколько других выпускников взялись за создание единой организации в лице объединения выпускников НИШ, которая бы связала, например, ученика 10 класса НИШ, города, допустим, Павлодар, с выпускником НИШ Астана, который уже работает в booking.com в Амстердаме. И сейчас мы стали ближе. Неважно, когда и где ты окончил НИШ, студент или уже работаешь, ты всегда будешь частью нашего комьюнити и можешь повлиять на будущих выпускников. Даже простой совет и одно верное решение может изменить жизнь каждого в лучшую сторону. Так же, как когда-то 12-летний я решил поступить в Назарбаев интеллектуальную школу. Бұрыннан бері біздің ата-бабаларымыз ұзақ сапарға, немесе үлкен істің бастамасының алдында үлкен ақсақалдардан бата сұраушы еді. Бабаларымыздың дәстүрін жалғастыра отырып, 2021 жылғы түлектерімізге және де бүкіл Назарбаев зияткерлік мектебінің қауымдастығына ақ тілегін және батасын беретін 12-ші D сынып оқушысы Серіков Сырымның атасы Таңатбаев Серік Мырзаевич. Рахмани-рахим, көтеріңдер білекті, нұрға бөліп жүректі. Жастарға бата берейін, ағынан айтып тілекті. Жақсы жолды таңдасын, жамандық тәлім алмасын, аналардың дәстүрін жаңаласын, жалғасын. Шұғыл алушыбақ күн кешсін, бастары сұр бұлт жалмасын, қанаттары талмасын, қырандай биік самғасын. Ара адал жаны жаз, қатарынан қалмасын, Абай Жамбыл Міржақып. Шоқан Ахмет Мағжандар, тасқа басқан таңбасын, солардай қалдырып іздерін, жақсылар жолын жалғасын. Аумин. Уважаемые выпускники, мы желаем вам неиссякаемой энергии и осуществления ваших заветных желаний. This is the end of the 2020-2021 academic year. We wish you to have good summer holidays. Осымен соңғы қоңырау салтанаты жиынын жабық деп жариялаймыз. Келесі оқу жылында кездескенше. Жастар ортасы біліммен білек ұстаным болып бізге тәуекелшілік жолы жолдасып әділдігімен еңбек қолдасып қамқоршыл тұлға тірегі елдің әсте аяулы мектебім озат боп ол қазақ ұстаз үмітім все мечты войди, дружбу сохраним навек. Если есть вопрос, мы найдем ответ. Сила в знаниях, нам преграды нет. Как ночной маяк, наша школа дарит свет. We'll never be apart. You gave us strength to start. Through the years we keep school memories.